Құрметті көрермендер, егер де сіздің де балаңыз дәл осылай сұхбат берген болсаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағады. Сәлем, бізді көппен күткен болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендер. Мен Қазбек Досбек. Біз бастаймыз. Сәлем. Сәлеметсіздер. Есімің кім? Аяулым. Әлижан. Аяулым. Қалай? Әсел. Тұрмаханбет Арай. Тұрмаханбетова Нұрай. Райхана. Индиана. Қыздар не үшін боянады? Кейде сәндік үшін түрім біртүрлі болып қорқат дейді. Түрі біртүрлі болып қала ма боянбаса сонда? Боянбаса амал жоқ екен. Көшеге шықса күні боянады. Жалпы қыздарға боянуға бола ма негізі? Я. Сен өзің боянасың ба? Неге? Өйткені әлі кішкентаймын. Үлкендер ғана боянады. Сен үлкейгенде боянасың ба? Сонда қыздар әдем болу үшін боянады ғой, боянбаса әдем болмай қала ма? Боянбаса қалай болады сонда? Әдем болу үшін. Боянбаса әдем болмай ма? Болады. Саған боянған қыздар ұнай ма, боянбаған қыздар ұнай ма? Боянба. Неге? Сол. Боянбаған қыздар ұнай ма? Солар әдем бола ма? Я. Сен өзің қызың бар ма? Жоқ па? Өзі үшін әдем болу. Боянбаса әдем болмай ма? Жоқ, әдем болады. Не үшін боянады деймін сонда? Сән ғой. Өзің боянасың ба? Иә. Неге? Просто. Боянғанда не болады сонда? Өзің еркін сезінесің негізі. Боянсаң ба? Иә. Әртүрлі жігіттерге ұнау үшін, әдемі суреттер шығару үшін. Жігіттерге ұнау үшін боянады, Енді жақсы әдемі болып көріну үшін. Саған сол боянған қыздар ұнай ма? Әртүрлі. Кейде Шын жауап бер. Шын Боянғандар ұнай ма? Или боянған ұнай ма? Боянбаған ұнай ма саған? боянбаған неге шыны керек. Неге? Шын жан денесін көресің, шын түрін көресің. Шын түрін көресің. Әдем болу үшін. Әдем болу үшін боянбаса әдем болмай ма? Болады. Онда неге боянады? Біреу жақсы көрсін дейді да. Ой, кім жақсы көреді оны? Біреу жақсы көрсін дейді де айта бере. Сен өзің боянасың ба? Неге боянбайсың? Өйткені әлі кішкентаймын ғой. Үлкен болсаң боянасың ба? Неге? Сен де біреу жақсы көрсін дейсің ба? Неге боянасың? Сен үлкейгенде неге боянасың? Үлкейгенде әдемі болу үшін боянамын. Әдемі болу үшін. Әдемі болу үшін боянбаса ше? Боянбаса әдемі болмайын деп қорқады. Сен өзің боянасың ба? Сен боянасың ба? Я. Не үшін? Әдемі болу үшін. Боянса әдем бола ма сонда? Я. Әдемі болу үшін. Боянбаса әдем болмай қала ма не? Жоқ. Не үшін боянады? Сонда боянса әдем көріне ма? Я. Сен боянасың ба? Я. Неге? Сен онсыз да әдемісің ғой. Маған ұнайды. Боянып әдем болып кетесің ба сонда? Әдемі болу үшін. Боянбаса әдем болмай ма не? Жоқ. Неге? Просто. Сен боянасың ба? Жоқ. Неге? Ұнамайды. Неге ұнамайды? Просто ұнамайды. Сен өйткені табиғи әдемісің, жігіттерге боянуға бола ма? Жоқ. Неге? Әйтпесе ше қыз сияқты болып қалады. Енді ол да әдемі болғысы келеді ғой жігітте. Болмайды. Өйткені қыздардың ісі, балдардың ісін істеу керек. Жоқ. Неге болмайды? Өйткені ол жігіт Боянса не болады? боянса әркілет. Әркіле ма? Сен өзің боянасың ба? Жоқ. Неге боянбайсың? Сол. Болмайды негізі. Неге? Жараспайды оларға боянған. Енді жігіттерде әдемі болғысы келеді ғой. Олар өздері әдемі. Біз де әдемі көреміз, бірақ олар боянбаса да негізі өздеріне. Жігіттер боянуға бола ма? Жоқ, оған қарсы. Неге? Өзім бізді өйтіп тәрбиелемеген негізі. Еркек болып жүру керек. Еркек болып жүру керек. Иә. Боянсаң не болады сонда? БТС сондайларға ұқсап кетесің. Хип-хоп жанрында. Саған жалпы хип-хоп жанрындағылар ұнамайды, иә? Шариғатта да қарсы ол не бойынша. Неге? Боянса қыз сияқты болып қалады ғой. Енді олар да әдемі болғысы келіп боянады ғой. Болмай ма? Сонда боянса не болады жігіттер? Қыз сияқты болып қала ма? Жоқ. Неге болмайды? Олар балда. Енді олар да әдемі болғысы келеді ғой. Болмай ма? Боянса не болады? Қыз болады. Жігіттер қыз болып кете ме боянса? Жоқ. Неге? Өйткені олар ұл бала. Енді олар да әдемі болғысы келеді ғой. Ұлдарға боянған жараспайды. Боянса не болады? Қыз болады. Боянса ол қыз болып кете ме? Қызға қыз ұқсап көрінеді. Сол үшін? Боянуға болмайды. Неге? Олар жігіт қой. Енді олар да әдемі болғысы келеді ғой. Олар қыз емес қой. Енді боянбай ма енді? Боянса не болады? Қыз болып кетеді. Қыз болып кете ме? Папугай қайда өмір сүреді? Ормандарда Ол не істейді папугай? адамдардың сөзін қайталайды. Қалай қайталайды? Адам не десе, соны айтады. Қалай қайталайды? Айтшы. Адам сәлем десе сәлем дейді өзін. Папугай деген
Құсты білесің ба? Иә. Не істейді ол? Адам айтқан сөзін қайталайды ғой. Қойшы. Көргенсің ба? Жоқ, көрмеймін. Қалай қайталайды ол мен? Короче, адам сөз айтады, соны қайталап отырады. Телевизорлерде солай көрінеді. Попугай деген құсты білесің ба? Иә, қайталап істейді ол? отырады. Сөзін қайталап отыратын құс емес Қалай па? қайталайды? 5 жылда сөйтіп жүріп үйретіп қайталатады екен ғой онда. Попугай да? Сөйтіп естігенмін әйтеуір балдардың әңгімесі бойынша рас айтыр екен. Негізі өзің көргенсің ба? Попугай. Я ашим сөйлемейтіндерін көрген былай, сөйлеген көрген. Сөйлейтіндер қалай сөйлейді негізі? Білмейді екен ол жағы. Попугай туралы білесің ба? Жоқ. Попугай қандай құс? Ол попугай сөйлеген сөзіңді қайталайды. Қалай қайталайды ол? Мысалы, Білмейді сіз екенмін. Мхм. мен әдемімін десеңіз, ол да мен әдемімін деп жауап береді. Дәл сөйлей ма? Иә. Или Бірақ оның басқаша дауысы сөйлей ма? басқаша шығады. Қалай шығады? Оның дауысы мен әдемімін деп жіңішке болып шығады. Көргенсің ба өзі? Иә. Попугайды? Қайда өмір сүреді ол? Ол саябақта. Попугай деген құсты білесің ба? Не істейді ол? Біреудің артынан қайталайды, Қалай қайталайды? сөйлеп қайталайды. Қалай сөйлейді ол? Солай. Саған бірнеше мамандықтарды айтамын да, олардың немен айналысатынын айта аласың ба? Сантехник дегеніміз немен айналысады? Бұнысын білмейді екен. Шахтер ше? Шахтер ұшқыш дегенге білдіреді. Шахтер деген ұшқыш ше? Ал стюардесса ше? Өлең айтатын шығар мүмкін. Стюардесса өлең айта ма? Білмеймін. Неде ондай жоқ білмеймін. Даяршы ше? Даяршы. Қайшы адамдарға тамақ алып келеді. Сантехник, сол свет, солай нелер жөндейтіндер. Шахтер? Шахтер. Білмейді екен. Шахтерді білмейміз ба? Сырлаушы? Солар сол үй салып жатқанда. Стюардесса? Стюардесса ол ұшақта солай жол серпетін дейді. Ұшақтағы жол серпетін. Иә. Енді стюардесса. Ал даяршы деген? Даяршы сол тамақтасып нелерде, кафелерде жұмыс істейді. Тамақтасып жүретін адамдар. Жұмыс жасайды ғой енді сол. Модель ше? Модель сол айта алмаймын мен негізі. Неге? Жеткіземін. Сен өскенде кім болғың келеді? Модель болғым. Модель болғың келеді? Модель болғым келеді, бірақ айта алмаймын, жеткіземін. Модель қандай болады? Өзіне сенімді, еркін жүру керек. Модель өзін қалай істейді? Өзін еркін ұстау керек. Мысалға сен алайық қазір енді модель боламын деп жүрсің ғой. Модель болып келдің қонақ болып бізге. Қалай отырасың? Модельдер қалай отырады қонақта? Еркін отыру керек. Қалай ұстап отырады өзін? Модель ол. Модель болып отырады ғой. Қалай отыратынын білмейсің ба? Бірақ модель болып. Өзіне сенімді болып отырады ғой, қалай отырса да. Енді модельдер, мен көрген модельдер былай отырады, мысалға былай отырады дегенім ғой енді солай отыра ма дегенім ғой. Осы сантехниктер немен айналысады? Сантехниктер айналысады. Соның жұмыстары. Соның жұмыстарымен ба? Шахтерші? Жерді қазады, сондай шаруалар. Сырлаушылар? Білмейді екен. Стюардесса дегеніміз кім? Самолеттерде жұмыс жасайтын нелер емес па? Стюардесса. Ал даяршы? Кафеде жұмыс жасайтын. Әртісші? Әртіс. Киноға түсетін актерлар ғой. Актер, артист. Сантехник дегенше? Олар үйді жөндейді. Сантехнике? Даяршы дегенше? Тамақ жасайды. Тамақ жасайды, қандай тамақ жасайды? Бургер, сорпа, фри, суши. Сантехник дегенше не жұмыс істейді? Сантехник деген бір жерлерде құбырлар су атылып сынып қалса жөндейді. Шахтерші? Шахтер дегеніміз ол есіне шығып кетті. Сырлаушы ше? Стюардесса дегенше? Видео түсіруші. Стюардесса деген видео түсіруші ма? Даяршы ше? Даяршы ол тамақ пісіруші. Ол кафеде адамдар өздері заказ береді, тамақтары соны пісіріп адамдарға барып береді. Даяршы? Кафеде заттар алып келіп жүреді. Сөйтіп жүре ма? Иә. Сантехник дегеніміз не жұмыс істейді? Ремонт істейді. Ремонт? Стюардесса ше? Самолетта жүреді. Самолетта жүре ма? Не істейді ол самолетта? Адамдарға көмектеседі. Даяршы ше? Соған ұқсайтын. Ол соған ұқсайды ма? Неге біреуді тығылып отырмыз ба? Жоқ. Сыбырлап жүре ма? Дауысымыз шығарамыз ба? Сенің досың құрбың деп алайық, сенің бір ойыншығыңды және ақшаңды тартып алса, қанша уақыт араласпай жүресің оның? 2 күн немесе 1 күн болмай достаспағам. Неге ертең тезге жүресің ба? Өйткені біз ұрысып қалсақ та бірге тез дос болып кетеміз. Сенің бір
құрбың ше сенің ақшаңды ойыншықтарыңды тартып алса қанша уақыт араласпай жүресің онымен? Мен онымен араласа беремін. Неге? Өйткені ол менің құрбым. 2-3 күн. Неге 2-3 күн? Сол 2-3 күннен кейін кешіре саласың ба? бір өзі қайтып келеді ғой. Келесі бағдарламада сіздің де балаңыз осылай сұхбат берген қаласаңыз бізге хабарласыңыздар. Жұлдыздар академиясы, жұлдыздардың бағын бірге жағайық.